Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін мен сіздерге осы бір ғана үшбұрыш үлгіменен шығатын бір әдемі гүлдердің, бір чоқ гүлдің құрақ шай көрпесін көрсетейін деп отырмын. Мен осылай қылып салып алдым. Барлығын осылай қылып салып алдым. Енді осыны құрай бастаймыз. Ол үшін міне бізге мына бір жақ шетінен бастап осылай құрауымыз керек. Мына жерде міне 6 қырлы осылай гүлдер. Былай қарасаңыз, осындай гүлдер енді гүл бақшаларда жазда жайнап тұрады, өздеріңіз де көресіздер. Мен соған сәйкестіріп осындай букет құрағын құрағай отырмын. Гүл жоғы, яғни осы өте әдемі көрінеді екен. Осыны сіздерге қазірден бастап құрай бастаймын. Сондықтан менімен бірге осыны үйрене отырып, каналға тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Міне мен жаңағы құрақтарды жеке-жеке осылай ұзынынан бүйтіп барлығын құрап шықтым. Бұның енді сіздерге айта кететін бір тез оңай құралатын жолы. Мынаны осылай міне біріне бірін былай беттестіріп, осылай беттестіріп салып тұрып, міне жерінен былай белгілеп, бірінің үстіне бірін салып алыңыздар. Былай міне екіншісін былай қарай салып, бір жағынан қарай бет белгілеп алып, бірінің үстіне бірін салып алып отырсаңыздар, бүте бұл жеңіл болады, оңай болады. Бүйтіп біріктіріп алып, бірінің үстіне бірін салып аласыз да, бірінен кейін бірін жалғап тіккенге мына ұқсап міне оңай болады. Мына жеке-жеке осылай біріктіріп алып отырсаңыздар. Сосын қазір енді мен мынадарды барлығын құрастырып шығам. Сонда бұл бізде 6 бұрыш болып тұр. Біз мына бұрыштарының шетін былай сәл томпақтап дөңгелендіру үшін мынандай шеттік саламыз. Шетіне бүйтіп айландырып, осындай шет салсақ, біз мынау 6 бұрыш болмайды. Дөңгеленіп әдемі болып келеді. Мына жағына біреу құралады. Мен қазір әдейі сіздерге көрсету үшін жаңа жағына алып қойдым. Сонда мынау дөп-дөңгелек кәдімгі букет гүл шоғы болып көрініп тұратын тамаша чай көрпе болып шығады. Осыны құрап үйреніңіздер. Міне мен құрақтың барлығын құрап шықтым. Нәтижесінде осындай әдемі көрпе пайда болды. Бұны жастық қылып істесеңіздердегі болады. Енді ұзыннан құрап төр көрпелер құрауға да болады. Бұның енді мынандай түйіндерінің ортасына мынандай гүлдер білініп, айқын көрініп тұру үшін кішкене осындайларды қойып кеттім. Мына сияқты мәштемен тігіп, мынау бірінші мына жердегі мына ұштасқан қалың тігістердің ұшы мықты болу үшін де бұл әдемі болады. Кейін ол сөгіліп кете қоймайды, мынандайдарының ұшы әдемі бір-біріне келіп тұрады. Мен бұл үшбұрыштың көлемін міне 15 сантиметрден алдық. 14 сантиметр, 15 сантиметр. Осы 15 сантиметр менен алсаңыздар, сәл үлкендеу болып түседі. Мен 14 сантиметр менен алып істедім. 15 сантиметрден алсаңыздар, мынаның ұзындық көлемі 80 сантиметрлік болып шығады. Ұзындығы 80 диаметрі сондай. Енді каналға тіркеліп, ой пікірлеріңізді жазып отырыңыздар.